қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Сөйтіп біз елсіз аралға тап болдық. Сендер заңды бұздыңдар. Кейбір түсініспеушіліктердің салдарынан бір-бірімізбен дауласқан кездерде болды. Алайда шынайы достық бәрін жеңді. Сен баста. Бәріміз қауіпсіз жерге жиналдық. Сөйтіп, Сүлейман кемесін қайта қалпына келтіруге кірістік. Бірақ бұл кезде Алтын қалашықтың тұрғындары азапқа толы күй кешіп жатқан. Сиқырлы құмыра. Аха! Аса құрметті сұлтанның аяғына жығылда, жаныңның барында бұйрығын орында. Ал сен, жалға алған ақшаны қайтар. Сіздің салықтарыңызды қайтаруға шамам келмейді, аса құрметті әрі сымбатты сұлтаным. Дүниезада, гауһар тасым. Сен сыйлаған мына ойыншық әскерлер қатты ұнап қалды, құмарым қанар емес. Ұнағанына қуаныштымын, ұлы мәртебелім. Алайда мынау есіңде болсын. Оларды ойнау үшін алып келген жоқпын. Сонда қалай? Бұларды шайқас тәсілдерін үйрену үшін қолданамыз. Яғни, шыны қалашықтағы ескі дұшпандарымызға қарсы тұруға дайындалатын боламыз. Әрине, шыны қалашығы. Тоқта, ол қаламен әрдайым бейбіт қарым-қатынаста болдық қой. Нағыз сұлтан, баланың ойынын ойнамайды. Керісінше, елді дүрліктіретін соғыс бастайды. Соғыс? Бұл соншалықты маңызды ма? Халық жапа шегеді ғой. Шыны қалашығын айтсам болды, өне бойын қалтырап сала береді. Демек, шайқаса білетін жауынгерлеріңнің жоқ болған ғой. Иә, мен оларға көрсетейін. Менің жауынгерлерім бәрінен де мықты. Қолыңдағының бәрін кеменің ар жағына апар. Ар жағына ма? Оң жағына, сол жағына ма? Осы сендерді түсінбей-ақ қойдым. Кеменің арғы шеті, оң жағына қарама қарсы. Ендеше мәсақ. Әй, мерт қыла жаздадым ғой. Кемені бір өзіміз жасай алмаймыз. Бізге жұмысшылар қажет. Иә. Жұмысшыларға ақша төлеуіміз керек. Ал біз барымызды жұмсап тастадық. Бүйте берсек, бақбақ аралына ешқашан жете алмаймыз. Кәрім, алаң болма. Бір мәнісін табамыз. Үнемі жолымыз болушы еді ғой, рас па? Не? Әлгі ақмақтар аралдан аман оралған ба? Я, ханым, осының бәріне кінәлі баяғы Шахризада. Демек ол дінаман, Кемежайлар қаласында тайраңдап жүр. Тез арада Кәрім екеуінің көзін құртуым керек. Міне саған, Юнан сұлтан. Шыны қалашыққа шабуылдасақ, бар арманым орындалады. Соғыс туралы естігенде, әлгі екі ақмақтың қаша жөнелері анығаным. Ол не? Бұл күшті жын ханым. Оны кім босатса, ол соның көзін жояды. Қане, босатыңызшы. Бұны сиқырлы сандықтың ішінен таптыңдар ма? Жарайсыңдар, кішкентай көмекшілерім. Сендер... Естеріңде болсын. Ұлы соғыста ерліктеріңді көрсететін сәт келді. Менде көшбасшыларыңның айтқанын орындаңдар. Сонда ғана бұдан да үлкен патшалық құра аламыз. Шайқас күнін белгілесең тіпті керемет болар еді.
Бұл не қылған? Ашты дәм. Кім болса да бұлай кеткені анық. Мына жаққа. Сонымен, құбыжық ханзада мен оның көмекшілері кеме жасап әлек болып жатыр ма? Оу, тамаша! Шыны қалашыққа шабуылдайтынымыз туралы құпия жоспарымызға олардың бөгет жасағанын қаламайым. Шахризада ұшатын түйесіне отырып алып, біздің жоспарымызды күл талқан етсе, біз үшін бұдан асқан қасірет жоқ. Ол бізге бөгет жасайды. Иә, сондықтан бұлай болмайды деп үміттенейік. Мынау сұмдық қой. Тез арада шыны қалашыққа аттанып, Юнан сұлтанға бар жағдайымызды айтуымыз керек. Жамалға жалғыз мінсеп, ол жылдам ұшады. Олай болмайды. Бұл тым қауіпті. Бір өзің ол жаққа бара Мен алмайсың. жалғыз емеспін. Қасымда ер жүрек Жамал бар. Кеңес керек десең, ақылды Халилім бар. Иә, ақылды ма? Иә, ер жүректігім де бар. Бүгін шыны қалашығына шабуыл жасаймыз. Бұл шайқаста батыл болып, аяусыздық танытасыңдар деген үміттемін. Мұндай аса маңызды күнде қастарыңда бола алмайтыным жанарымды жасқа толтырып тұр. Сонда сіз қол бастап бармайсыз ба, ұлы мәртебелім? Мен бе? Сонда сен ұлы мәртебеліңе қауіп төнгенін қалайсың ба? Жөнсіз қалжыңдағаныңды ғой. Бәрі түсінікті, ұлы мәртебелім. Жауынгерлерді өзім бастап барам. Айтпақшы, мұнда біразың қалып, бізді қорғасаңдаршы. Бұрқасын басылғанға дейін бір жерді паналай тұрайық. Ана жақта. Бұл өзі сағым ба әлде алқап па? Алқап емес анық. Қане Жамал, төмен құлдила. Сендерді қорғайтын көп құбышықтарым жоқ. Бәрі мен ойлағаннан да оңай болайын деп тұр ғой. Шөліңді баш, Жамал. Шыны қалаға жеткенге дейін бұдан басқа еш жерге аялдамаймыз. Қане кішкентай көмекшілерім, тапсырманы бұлжытпай орындаңдар. Сәлем. Не тауып алдың? Түсініксіз. Тоқта, Халил, жоқ! Алдарында күшті жан. Мәссаған, мұна тіршілік иесінің дәуірін қара. Не? Бұл кім? Не істемек ойың бар? Менің құдіретіме бастарыңды иіндер. Ештеңе менің құдіретіме тең келе алмайды. Үштіліктеріңді орындауға әзірмін. Қане? Үштілек? Көздерін құртат дегендерің қайда? Бұл не істегендерің? Сабыр сақтаңыз, ханым. Алдымен тілек, содан кейін көздерін жояды. Тілектерінің қандай болатынын білмейміз ғой. Үш тілек дейсің бе? Ендеше тез арада Кәрімді қайтадан сұлтан етіп тағайындасақ қайтеді. Бірақ біз үшін дәл қазіргі тапсырма соғысты тоқтату, Халил. Содан кейін Кәрімді қалпына келтіруге болады. Мен мына ақымақтың ғана тілегін орындаймын. Ай, сен кімді ақымақ деп тұрсың? Күшті жауына сені ақымақ деп атады. Түсіндің бе?
Жақсы. Түсіндіріп бергенің жақсы болды. Білесің бе, ол шыны қалашығына төнген соғыстың тоқтағанын қалайды. Солай ма? Сен не дейсің, ақымақ? Бірақ тоқта, біздің 3 тілегіміз бар емес пе? Ол арқылы талай жоспарымызға қол жеткізе аламыз. Мысалы, мен өмір бойы шамымның үлкен болғанын қалап едім. Жақсы, қалауың болсын. Жоқ, тоқта. Бұл есептелмейді. Қалай екен, үлкен емес, алайда кеңейіп қалғаны рас. Ыстық ванна сұрасақ та жаман емес. Тыныш, ендігәрі сөйлеуші болма. Сен бос сандырақтамай жөніңді айт, балақай. Халил, мен оған сенбеймін. Одан да шыққан құмырасына қайтадан кірсін деп айт. Ол үшін сен сөйлемеуің керек. Ал мен ойланып алайын. Қалауың орындалады. Ай, жоқ, тоқта. Халил, бұл не істегенің? Қап, тез арада сені өз қалпыңа келтіруім керек. Қалауыңды айт, бірден орындаймын. Айтсаңшы, қалпына келсін деп айт. Сол кезде екеуіңнің де көздеріңді құртады. Енді не істеймін? Соғысты тоқтат, кәрімді өзгерт, саған көмектесу. Екі сөз? Қауіпсіз жер, кері қайт, тоқтат. Келесі сөз? Төбелесу? Төбелесті тоқтату? Бұны қалай таптым енді? Қағу, соғу, соғыс, я таптым, соғысты тоқтату. Бірақ тоқта, Шахризада, олай жасасам сен ешқашан сөйлейді, өлеңді айта алмайсың, тіпті балмұздақты жей алмайсың ғой. Не деген жайбасарлар? Тілегіңді айтасың ба, жоқ па? Жақсы. Шахризаданың бұрынғы қалпына келгенін қалаймын. Тамаша. Халил, бұл не істегенің? Даусыңды сағынып кеттім. Сен еш таспа, біз шыны қалашығына соғыс жайлы ескерте аламыз. Сендер еш қайда да бармайсыңдар. Не деп жатырмын ау? Сен өз тілегіңді орындаттың, ақымақ. Енді байланысымыз мәңгілікке үзіледі. Енді мен бастадым. Демек сендердің көздеріңді жоям. Сөзіне қарасаң мұндай қаталдық көрінмеген сияқты еді. Тамаша, сақинама кіріңдер. Олармен бірге көзімді құртпай тұрғанда қайтайым. Дүниязада тағы да сен екенсің ғой. Жердің өзі құдіретіме мойын ұсынып, дүр сілкінуде. Мәссаған, таң қалдырдың. Алайда осы қалпыңнан артық үлкей алмайтының өте өкінішті. Солай ойлайсың ба? Ендеше маған қара. Осақ па? Сонда бұдан да артық қашаман келмей ме? Ештеңе менің құдіретіме. Я, ештеңе тең алмайды. Айтқансың. Жаман емес. Алайда бір нәрсеге шамаңның келмейтіні айдан анық. Мен күшті жанмын. Қолымнан бәрі келеді. Рас па? Бірақ қанша мықты болсаң да, мына құмыраға сыймайтының айдан анық. Мен үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Тез арада шыны қалашығына баруымыз керек. Ал сен бізбен бірге барасың. кездескеніміз
келгенімізде қасыңнан бір елі қалмайтын көк түсті құбыжық досыңның Кәрім ханзада алтын қаласының әділетті сұлтан екенін айтып ант су ішкен едің, солай ма? Әке, оның сөзіне сеніңіз, ол жақсы адам, біле білсеңіз. Тыныш. Ал енді келіп Шахзаман менің қалама басып кіргелі жатыр дейсің. Бұның бұтым артық. Я, ұлы мәртебелім. Соғыс әскері қала маңына жақындап қалды. Сенбесеңіз қарап көріңіз. Бархан дала, аспан, тақыр дала. О, тәңірім! Бұл қалай болғаны? Сенің әкең екі қаланың тыныштығы үшін қаншама еңбек етіп, маңдай терін төкті. Ал енді мынаған қара. Оларға қарсы шабуылдауға уақытымыз да жоқ. Бәрі бітті. Алтын қалашығының әскері қаламызға жақындап қалды. Оларды тоқтату үшін не істесек болады? Зұлымдық күші жойлар сонда ғана, сиқыршы қызының кеңесін тыңдағанда. Не деген дауыс? Ұлы мәртебелім, сізге көмегімнің тиетініне сенімдімін. Шабуылға дайындалыңдар. Шахзаман сұлтанның разылығы үшін. Қызық, сонда мына күшті шын менің үш тілегімді орындайды дейсің бе? Сонда сенің айтқандарыңды тілеуім керек бе? Әрине, қарсы болмасаңыз, ұлы мәртебелім. Әйтпесе қиындыққа тап болуымыз мүмкін. Не істейін деп жатқаныңды білесің бе? Әзірге жоқ. Тезірек жасырынғаның жөн, әйтпесе танып қою мүмкін. Жоғалтатын нем қалды дейсің. Қалауыңды орындауға дайынмын. Қолдарыңда күшті жан. Сені босатқаным үшін тез арада үш тілегімді орындайсың деп үміттенемін. Қане, айтайын ба? Күмәнің болмасын. Үш тілегің орындалады. Еш нәрсе мені тоқтата алмайды. Сен мені алдап құмыраға қамап тастаған алаяқ, сен емес педің. Шахзаманның әскері кері бұрылып, патшалықтарына қайтсын деп тілеңіз. Керемет тілек. Шахзаманның атты әскері тез арада үйлеріне қайтатын болсын. Қалауың орындалсын. Сендер кері қайтып барасыңдар. Мен де кері қайтайын. Бұл не қылған сиқыр? Күшті жын күткенді ұнатпайды. Қане тілегіңді айт, ақымақ. Ақымақ? Олай деуші болма. Сен өзі, сен... Иә, сізге айтамын деп ұмытып кетіппін. Бұл жын сыпайлықтан жұрдай. Шахзаман мен дүниесада мейірімді болып, қаласындағы қара халыққа дархандық танытсын, жақсылықтарын аямасын деп тілеймін. Жақсы, қалауың орындалсын. Ғажап! Көп замай шын қалашығының да сұлтаны боламын. Атақ, даңқ, байлық. Байғұстар аш қалған шығар. Кедейлерге қолдау көрсетуіміз керек. Салық құнын төмендетіп, жастардың сапалы білім алуларын қамтамасыз етуіміз керек. Иә, солай. Не? Бар ақылыңнан айырылғансың ба?
Дұшпандарымызды аямауымыз керек. Бәрін бақылауға алып, күш көрсет. Өнер мен мәдениет. Әдемі үйлер салып, қаламыздың көркін ашайық. Қала тұрғындарының өз ойларын ашық айтуларына мүмкіндік берейік. Жазалау тоқтатылсын. Иә, тамаша жоспар қымбаттым. Мені күтсеңші, сүп-сүйкімді томпағым. Соңғы тілегіңді айт. Міндетімнен құтылып, бостандық алайын. Тездетсеңші кәрақымақ. Содан кейін ісім сенің болсын. Дайын болсаңыз бастаңыз, ұлы мәртебелім. Иә, соңғы тілегімді сұрасаң, сенің мына құмыраға қайта кіргеніңді қалаймын. Иә. Не? Жақ! Жақ! Жарайсың, жын. Сен міндетіңді орындадың, ал біз қалауымызға қол жеткіздік. Алақай, Алыңдар, қане, ала қойыңдар. Мынау саған. Кезінде келетін. Бәрі менің қалауымнан қыс болып жатқан сияқты. Бірақ өзіне оңайды. Жаным рахаттануда. Білеміз, неге күнде осылай жасамаймыз? Алыңдар, ала қойыңдар. Мынаны да алыңдар. Бүгін сен ерекше қызмет атқардың, Шахризада. Құрметті қонағымыз ретінде сарайда қалғаныңды қалаймыз. Пейіліңізге рахмет, ұлы мәртебелім. Алайда маңызды шаруаларым бар. Ол қандай шаруа? Міне, алыңдар. Мынау саған, мыналар саған. Тоқта, бұл не қылғандарың? Кері қайтарыңдар. Бұл сұлтанға тиесілі байлық. Қане беріңдер, бұлар менікі. Кір қолдарың мен алтындарымды ұстаушы болғандар. Бұл менікі, естимісің? Бәрі менікі. Ей, бер қане. Қалайша дәтің барды, бұлар менікі. Кемен аяқтап бақпақ аралына бару үшін маған ақша керек болып тұр. Бақпақ аралы ма? Ғажайып аңызға толы жер. Осының бәрі әлгі көк түсті қыбыжыққа байланысты емес пе? Ол ғана емес, ұлы мәртебелім. Сонымен қатар алтын қаланың болашағымен байланысты. Сен расымен де әкең секілді ақылды, әрі батылы екенсің. Шахризада, мен күшті жын емеспін, алайда қалауыңды орындауға уәде берем. Мына дорбаға тіпті жұмысшылар тобырын жалдауға болады. Иә, жақсы жұмыс жасадыңдар. Мә, ала ғой достым. Рахмет. Көп ұзамай бақпақ аралына жол тартамыз. Өз орнымды таңдай берсем бола ма? Бөлмемнің терезесі теңізге қарап тұрғанын қалаймын. Бір мәнісі болады деп айтпап едім. Иә, енді көп кешікпей жолға шықсақ екен. Келесі күні асыға күткен бақпақ аралына жол тартпақпыз. Қызық болғанда, бұл жолғы сапарымыз бұрын соңды көрмеген қатерлерге толы болды. Алайда бұл келесі күннің қызықты әңгімесі.